Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі өзінің еншілес кәсіпорны болып саналатын Қазақстанның даму банкі арқылы еліміздегі 6 коммерциялық банкке қомақты қаржы бөлді. Бұл қаржы индустриалды инновациялық жобалар үшін бөлінді. Енді ұлттық холдингтің бұл бағдарламасы аясында еліміздегі жеке кәсіпкерлік субъектілері 5 жылға дейін арзан несиелерге қол жеткізе алады. Бәйтерек ұлттық холдингіне қарасты Қазақстанның даму банкі 2001 жыл құрылды. Мақсаты еліміздегі шикізаттық емес және инфрақұрылымдық секторларды жаңғырту және дамыту. Даму институтының тағы бір маңызды міндеті ол еліміздегі инвестициялық саясатты жүзеге асыру. Бір сөзбен айтқанда, банк ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу, машина жасау, көлік инфрақұрылымы, электр энергиясын өндіру сияқты нақты салаларды қаржыландырады. Біздің мақсатымыз шикізаттық емес секторды дамыту. Осыған байланысты өткен жылдың соңында жаңа бағдарлама қабылдадық. Жансыз цифрлардың ар жағында жаңа кәсіпорындар, жаңа жұмыс орындары. Басқаша айтқанда бұл қарапайым адамдардың тағдыры, жанұяның берекесі. Бұл Өскемендегі арматура зауыты. Шығарылатын өнім түрлерінің артуымен өндіріс қуатын еселеп қолға алынып жатыр. Ресейлік Сбербанк арқылы даму банкінен бөлінген 1 миллиард теңгеден астам қаржыға жаңа қондырғылар сатып алынды. Зауыт басшылары Бәйтерек ұлттық холдингінің бағдарламасы дәл осындай өндіріс орындарындағы жұмыстарды өрге бастыру үшін таптырмас мүмкіндік болып табылатынын айтады. Екі апта бұрын зауытта жаңа пеш іске қосылды. Өз өнімімізді ТМД елдерінде де шығарудамыз. Қазір өндіріс көлемі 3 есе артты. Бізге Қазақстанның даму банкі зор қолдау көрсетіп отыр. Сбербанк акционерлік қоғамы жаңағы берілген бағдарлама аясында берілген 11 миллиард теңгені мерзімге дейін игере алды. Қаржыландырған жобалар туралы айтатын болсақ, олар негізінде нефтехимия, машина құрастыру, металлургия, сондай салаларда жасалған жобалар. Жағымды жаңалық жетеді. Соның бірі Бәйтерек холдингінің даму банкімен бірлесе ұсынып отырған банкаралық несиелеу бағдарламасы. Бұл жүйе бойынша коммерциялық банктерге 45 миллиард теңге бөлінді. Оның 35 миллиард теңгесіне 27 жоба дамып жатыр. 6 банктың 4-еуі бөлінген қаражатты түгелді игерді. Қаржы енді әдеттегідей сауда мен қызмет көрсету саласына емес, экономиканың нақты салаларына, атап айтсақ, шикізатты өңдейтін кәсіпорындарға беріледі. Өйткені ұлттық холдингтің еншілес кәсіпорны Қазақстан даму банкі үдемелі индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасын орындаушы ірі инвестициялық операторлардың бірі болып табылады. Индира Бегайдар, Олжас Берікбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.